Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін 3-ші сыныптың қазақ тіл пәнінің 40-шы сабағын өтетін боламыз. Балалар, ендеше 12-ші жаттығуға назар аударайық. Біздің мәтініміздің тақырыбы қандай екен балалар? Уақыт есебі екен, ендеше мәтінді бірге оқиық. Бір сабақта мұғалім, міне, қазір көктем, күн ұзарып, түн қысқарып келеді. Енді бір айдан соң, яғни жаз кезінде күн 1 сағатқа ұзарады дейді. Бір ай өтеді. Сабақта жыл мезгілдері туралы әңгіме болады. Мұғалім осы сыныпта оқитын Қожанасырды тақтаға шақырып, ал Қожанасыр, сен айтшы, бір тәулікте қанша сағат бар деп сұрайды. Басқа мезгілдерде 24 сағат, ал жаз кезінде 25 сағат бар депті. Балалар, енді төмендегі сұрақтарға назар аударайық. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой дейді балалар. Балалар, біз мәтін мазмұны бойынша мынандай сұрақтар қоюымызға болады. Балалар, олай болса, бірінші сұраққа мұғалім жаз мезгілінде күн қанша сағатқа ұзарады деді. Бұл сұраққа жауап, мұғалім жаз мезгілінде күн 1 сағатқа ұзарады деді. Екінші сұрақ, мұғалім кімді тақтаға шақырды? Бұл сұраққа жауап, мұғалім тақтаға Қожанасырды шақырды. Үшінші сұрақ, мұғалім Қожанасырға қандай сұрақ қойды? Бұл сұраққа жауап, мұғалім Қожанасырға бір тәулікте қанша сағат бар деп сұрақ қойды. Келесі сұрақ, Қожанасыр мұғалімнің сұрағына не деп жауап берді? Бұл сұраққа жауап, Қожанасыр мұғалімнің сұрағына басқа мезгілдерде 24 сағат бар, ал жаз кезінде 25 сағат бар деп жауап береді. Келесі тапсырма, күн ұзарғанда тәуліктегі сағат саны өзгере ме? Балалар, жоқ. Күннің ұзаруына байланысты біздің тәуліктегі сағатымыз өзгермейді екен. Балалар, бір тәулікте 24 сағат, ол күннің ұзарып қысқаруына байланысты өзгермейді екен. Келесі, Қожанасыр нені түсінбеді деп ойлайсың? Балалар, Қожанасыр күннің ұзарып, түннің қысқаруы тәуліктегі сағат санына байланысты емес екенін түсінбеді. Келесі бетімізді ашамыз. Бұл жақта мынандай сұрақтар қойылған екен. Қожанасырдың орнында болсаң қалай жауап берер едің? Мәтіндегі қарамен берілген сөздердің қандай мағынада қолданылып тұрғанын түсіндір. Балалар, мәтінде күн ұзарып, түн қысқарып деген сөздер берілген. Бұл жердегі сөздер ауыспалы мағынада қолданылып тұр. Келесі 13-ші жаттығу. Суретте көрсетілген 12 әріптен 21 сөз шығарып көр. Ол үшін ешқандай әріп тастамай, рет-ретімен оқи бер дейді. Балалар, ендеше біз бұл сағаттағы әріптерден мынандай сөздерді шығара аламыз. Ал, ала, алатау, лат, ат, ата, атау, тау, ау, ауа, уат, атым, том, томар, омар, марал, ар, ара, арал, арала және аралат. Неге осындай сөздерді шығардық? Енді балалар, 14-ші жаттығу. Өлеңдегі қарамен берілген бұрыш сөзінің екі мағынада қолданылып тұрғанын дәлелде. Мен таба алмай бұрышты, қарадым бір қуысты. Таусылған соң шыдамым, інімнен кеп сұрадым. Мен іздесем бұрышты, көрсетті ол бұрышты. Балалар, бұл жерде бұрышты сөздері қарамен жазылып тұр. Яғни біз бұл жерде бірінші бұрыш сөзін, яғни біздің бақшамызда өсетін бұрыш, яғни көкөніс, немесе тамаққа сеуіп жейтін ұнтақталған бұрыш. Ал екінші бұрыш ол біздің бөлмедегі бұрыш, Яғни бұл жерде бұрыш сөзі екі түрлі мағынада қолданылып тұр екен. Балалар, бүгінгі 40-шы сабағымыз осымен аяқталды. Сендерді 41-ші сабақта асыға күтетін боламын. Сабағымызды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңдар.